Мысалы бізге берілген өмір. Егер сіз сұрасаңыз, мысалы бір адам менде түк жоқ дейді. Сіз егер білсеңіз, қалай ұятқа қалдырасыз осы сөзіңізбен әлемдердің Раббысының алдындағы өміріңізді. Сізде өмір бар. Ешкім қайталап бере алмайтын бір өмірді берген Алла. Бұл сіздің капиталыңыз. Бұл өте қымбат нәрсе. Бара жатқан жағымыз Алланың алды. Ертең оның нәсібін алу керек. Заяға кетпеу керек өмір. Кез келген бизнесмен тіпті мақсаты тек дүние болса, одан егер сұрасаң, сен өзіңдегі бар ақшаңды қай жаққа салғың келеді десең, ол айтады, сенімді нәрсеге салғым келеді. Пайдасы көп болатын нәрсеге салғым келеді. Зияндары болмайтын, қауіп қатерлері болмайтын, сенімді, кепілі бар, амандығы бар, және үзілмейтін, жалғаса беретін, сондай бір нәрсеге салғым келеді бұл ақшамда деген кезде. Ойыңыз, адам ақшасына осындай қам жасаса, өміріңіз сіздің капиталыңыз ғой. Енді сонда сұрақ туады. Өміріңізді қайда саласыз? Ол ең қымбат нәрсе сізде. Біреуде ол 40 жыл. Ол өзгерте алмаймыз. Біреуде 60 жыл. Біреуде 70, біреуде 80, біреу жарайды 100-ге жетер. Қайда саласың бұл өмірді? Міне осы сұрақ мазаласа, Алла Тағала пайғамбарымыз салсам жіберіп тұр. Мен келдім деп. Қасиетті Құранмен тура жолда. Олай болса мен өмірімді осы кісінің жолына салам. Мен еш ойланбастан өмірімді сваркалау керекпін бұл кісінің өміріне. Неге? Амандық, разылық, бақыт Алланың. Күллі нәрсе осы кісімен бірге жіберілген. Және қияметте осы кісімен бірге болады. Ойлаңыз. Бұл ойланатын нәрсе емес. Мен өмірімді осы нәрсеге қарай сваркалау керекпін. Әйтпесе біреулердің өмірі, жаңағы Алла Тағала аятта айтқандай, өзінің істеп жүрген істері, қылықтары, қызықтары, наным сенімдері, күллі нәрсе өзіне әдемі көрсетілген. Ол кімдің тарапынан әдемі көрсетіледі? Зайяна лакумуш шайтану аъмалакум деп Алла Тағала түсіндіреді басқа аятта. Шайтан солай әсемдеп берген, көздеріне көрінбейтін жақтан. Қараңыз. Бірақ Алла Тағала оған мынандай баға береді. Ол қанша оған ол өмірі әсемделсе де, ваттабағу ахуахум, олар көңіл қалауларына еріп жүрген адамдар тек. Ал менің сендерге ұсынатын проектім, жобам, міне Алланың елшісі, және онымен бірге кітап түсірілген қасындағы Алланың сөзі.